өтіп, құйып ойлар санама, бір ерекше нұр себелеп далама, көркем сөздің құдіретімен көсіліп ат шулы, ақын келді қалама. Басын иіп ақжаулықты анаға, тағзым етіп ел ішінде данаға, қазағымның сөзбен қорғап намысын ат шулы, ақын келді қалама. Бұл ат шулы айтыскер ақын Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты, республикалық ақындар айтысының жеңімпазы, ерен еңбек үшін медалінің иегері Меліс Қосынбаев. Меліс бір рудың емес, бір аймақтың емес, бүкіл қазақ халқының арын аралап, жырын жырлап жүрген, жасындай жарқылдаған от тілді айтыскер ақындардың бірі. Ел намысын, жер намысын, өз мүддесін биік қойған арынды да дарынды ақынды Жаңаөзен халқы зор ынта ықыласпен қарсы алды. Қара сөзден гөрі маржан сөзді мөлдіретіп айтуды жеңіл санайтын ақын залда отырған жұртшылыққа берген сәлемін де нөсер жырмен төкпелетті. Жүргізуші сүлгісін әкелгесін
Құдайдан айналайын ай берген. Домбыра жолға шықсам жолдас едің, ол саусақ ойларымның жолғасы едің. Әуелден әулиеге сыйынбасам, өнердің сапарында оңбас едім. Шарғара шанағын әнлер алмасам, арнама асып-тасып толмас едім. Өлімнен қанат байлап алмағанда, қырандай қияжанға қонбас едім. Отырған мына халық болмағанда, сен домбырамен меліс болмас едім. Мелістің айтыскерлігімен бірге өзінің асыл жарына және әскерде болмадың дегендерге арнаған әзіл өлеңдері жазба ақындықта да шашасына шаң жұқтырмайтындығын аңғартады. Келіндеріңізге арнаған өлеңді оқып беремін. 99 қыздың ішінен таңдап алдым. Қабырғамда қатпап еді қалам жас, қамалым көп қаһарлансам қаланмас. Қара қалас мына қара боранда, менде жүрмін жалаң аяқ жалаңбас. Қара түнде қиялыммен қаңғырдым, жырын естіп қалайын деп жаңғырдым. От болмасам жоқ болғаным жақсы еді, неге мені бар қылдың? Жанартау боп жарылатын жақын күн, ал осыған сенесің бе ақылдым? Сендер болса жерге сыймай жүрсіңдер, мен аспанға ғашық болған ақынмын. Жерде жүрген мен жаны бар жұлдызбын, жұлдыз жырдан бағал екен құндызғым. Аспан тектес көздерімен қарады, бұрымынан сипап едім бір қыздың. Жанарында жасыл жалын от тұрды, сұлу екен шолпан тектес шоқ түлді. Қарағым-ай қайдан жүрсің деп едім, көкке қарап көк күлді. Оқырманым мен басымды қатырдым, жыр теңізін сапырдым. Аспан тектес айға сіңді бір қызбен, содан бері жерде келе жатырмын. Студент кезімізде біздерді әскерге алатын болып бір заң шықты. Сөйтіп қопаңдап жүргенде қайтадан бұйрық өзгеріп кетті де, курста оқитын, топта оқитын құрдастарымыз соның ішінде мына қыздар мазалап қоймайды, сендер армияға барған жоқсыңдар деген сияқты енді ар жағы түсінікті әңгіме ғой. Енді даудың түбін шын бекітеді, судың түбін шын бекітеді, даудың түбін қыз бекітеді дейді. Оған өз тілінде жауап беруге тура келді. Оралдың бір қызы еді, бір оқитын. 3 жыл бойы қақсатты, сол армияға бармады. Сосын енді бірдеме құтылу керек болып соған жазып едім. Сендей қызды сендіруге серт еттік, тектілерге жарасады тентектік. Армияға бармадың деп айтасың, 2 жылмен өлшенбейді еркектік. Ақынмын ғой аруақтар жармаған, қалың жаумен қағысуға қарманам. Қобылан сержант болды дейсің бе, алпамыстар армияға бармаған. Қыздар қызыл сөзге сенбеңдер, ел сезімнің жетегіне ермеңдер. 2 жылда ит болады күшіктер, бөрік күйген бөрілерді бөлмеңдер. Енді мына өздеріңіз білесіздер, Маңғыстаудың маңдайына басқан 2 ақыны бар ғой. Сабыр Адай ағамыз бен Светқали Нұржан бүгінгі таңдағы қазақ поэзиясының көрнекті өкілдерінің бірі. Кешегі Абыл Нұрым аттан қашаған аралбайлар бастаған Адайдың 5 жүйрігінен кейін шыққан осы Алаштың аузында жүрген алқалы топтың өкілдері. Мына сол Сабыр ағамызға арнаған өлең бар еді, соны оқып берейін. Аға хат деген оралда жүріп жазған. Мұнда елге келгеннен кейін есімізге түседі, көргеніміз, естігеніміз бар. Сол жалғызсырап жүргеннен кейін өлең көріп қағазға түскені, соны оқып берейін. Шарайда көзім тұралар емес шықтанбай, үрпие қалдым ызғырық желден ыққандай. Сағынып кеткен төлеген сынды ағасын, сарғайған іні мұқтардай. Тоқалғанымның тостағанымда ұтылған жерде бұрқырап ажал бұлтырған. Өлең бәйбішенің тепкілеп жарып құрсағын, ағайын едік бір туған. Тексізден тезек артық деген бір ұғым бар, шалдардың сөзін шатақ шығармай ұғыңдар. Сағынбақ түгіл сәлемін салар саудаға, тоқалдан туған тұғырлар. Ата жауыма атылмай қалған оқ едім, күл астындағы көңіл жатқан шоқ едім. Келмеске кеткен келіндеріңді минаға, өзін құсатып сағынып көрген жоқ едім. Еркек болғасын ездікті қалай көрсетем, ерке тоқалдай еңірейілу ерсекен, айыра алмай ажалдың басы айналсын, өлгенде бірге көмсекен. Құнын білмейтін құрғыр өмірге құмармыз, құпияларын құдайымыздан сұрармыз. Сағынып жүрген ұрпақты көріп қайтуға қабірден қарғып тұрармыз. Алғыспенен ер көгереді, жауынменен жер көгереді.
Сол айтылғандай өзінің арын аралап, жырын жырлаған аяулда асыл азаматына елдің кәрі жасының айдар алғысымен тілер тілегі шексіз. Алматының төрінде отырып айтыстарға түскенде біз жаңағы өзім айтқан барлық жұмысты қойып телевизордың алдында отырамыз ғой. Сонда бір көңіліміз толып, иығымыз көтеріліп, біздің Маңғыстаудың бір ұрпағы апырмай Астананың Алматының төрінде отырып елдің игі жақсыларымен айтысып, жеңіске сеніп, мәжине ұсынып атқанда көріп жатырмыз ғой. Сонда біздің төбеміз көкке төрт ел жетпей қалып отырады. Енді мен бұл елге сұрақ та бермеймін, болмаса басқа да бермеймін, тек жақсылық тілеп, осы баланың халықтың алдында, елдің алдында, бүкіл Қазақстанның алдында, осы өзінің елін, өзінің ата жұртының абыройын сақтап, атағын шығарып, мелістің дауысы ол тіпті қай жерде де басқалардың дауысынан бізге үлкен бір дамыра болып естіледі. Кәдімгі мелістің жаңағы қайтармалары, оның үйлестіріп айтқан сөздері, бұл енді меліс енді өзінің алдындағы кешегі ақтан нұрын қашаған, ең соңғысы мынау Сәттіғұл тек шығарып салма ақын екенін өзі көрсетуде. Біз оны көріп отырмыз. Ал енді сол аталарының, сол өткен бабаларының саған шапағаты тисін. Аман жүріп, денің сау, қайда жүрсең де аман бол. Атағыңды шығара бер. Сенің атағың шыққаны мына өзіңнің киелі Маңғыстауының аталарының атағын шыққаны деп есептейміз. Ал аман жүр, аман бол айналайын. Біздің тілегіміз сол, қайда жүрсең де денің сау болсын, абыройың аман болып, қатарыңнан кем болмай, шоқтығың биік жүрсін. Қай жерде жүрсең де біз тілегімізді айтып отырмыз. Меліс мақтама, ол енді не болғанда да әр адам қазір меліс десе кім екенін біледі. Мына мектеп оқушысынан бастап қазіргі үлкен мынау ардагер ағаларымызға шейін меліс десе о, меліс болса айтыс ақыны өзіміздің кәдімгі даңқымызды, арман мұңымызды жырға қосып жүрген мына Қазақстанның бөлек басқа жерлерінде айтысқа шыққан ақындарын көбіне жаңағы жер қаптырып жүрген, соларды жеңіп жүрген өзіміздің баламыз ғой деп мақтанады. Орынды мақтаныш, әрине. Тек қана бұл жай ғана мақтаныш емес, әрине тыңдап отырсаң, мелістің шеберлігі, мелістің бойына біткен дарынының берілуі, ол басқа жерлердегі, басқа аймақтардағы айтыс ақындарының жаңағы сөз саптауыменен, олардың жаңағы домбыраға қосуыменен оған ұқсамайды. Бір үлкен артықшылығы, және меліс өзінің бойына біткен бір қасиеті, қайсыда болсын, кейбір ақындар болса, басқаның жаңа ыңғайына жығылып, басқаның жаңағы сазын қабылдап, сонарға жаңа жалғастырып өйтіп отырмайды. Өзінің әуеден бойына біткен, өзіміздің мына Маңғыстаулық кәдімгі төкпе жыр, төкпе ән, күй, міне осы дәстүрмен келе жатыр. Бұл үлкен артықшылығы. Енді мелістің өзі тек қана қазір ақындық жолымен келе жатқан жоқ, ғалым, ғылым кандидаты, аман болса, дені сау болсын, болашақ докторлық, жаңағы докторлық дәрежеге де жетеді деп есептейміз, дені сау болса. Ал енді мына келісі бізге өте орынды келіс. Бүкіл Маңғыстауға өзінің атап туған жерін, анда-санда аралап өтіп, ел халықпен қауышып, ел халықты қуантып, өзі де қуанып, содан бұл енді меліс үлкен бойына қуат, жаңағы үлкен күш жинап қайтады ауылға. Шын айтамын. Сондықтан менің тілегім мелістің ақындық жолында, ғалымдық жолында ең негізгісі өз елінің патриоты, өз елінің сүйікті ұлы, Маңғыстаудың сүйікті ұлы ретінде қазірге дейін жасап келе жатырған қасиетті, бағыты арғырды жалғаса берсін. Дені сау болсын, биіктен биікке өрлей берсін деп мен тілек айтамын. Деген тағы сұрақ туындап отыр. Мына шынында мәке туған жеріңіз мына шетпе деп естиміз жалпы. Бірақ енді осы ақындар айтсында неге Маңғыстау аймағынан неге шықпайсыңыздар, бұл жерде сұрақ туып отыр. Маңғыстау облысының атынан неге ақындар айтысына шықпайсыз?
сіздің туған жеріңіз Шетпе поселкесі деген рас па дейді. Осыны сұрап бар. Туған жер дегеннен шығады. Әбіш ағамыздың бір сөзі бар. Енді біздер Қашағанның Алай Тегі дастанында өзі айтады ғой бір нәрсені. Кейбір жаңағы нағашылы жерінде қайнаған күйеулі кісілер ол соларға жауап ретінде. Сол жаңағы әбекеңнен үлкен ордаларда жарқыраған сарайларда жүргенде құрбы-құрдастарынан сұраса керек, осы ағайлардың бәрі неге Маңғыстауға тумаған, не болмаса неге кейін барып жатыр деп қайтты. Сосын әбекең бір сөз бар, осы Маңғыстау ол бүкіл сол жердегі адамның ата жұрты, ата күлдігі, сол жерде туған немесе ата бабалары ертеде кетіп қалып қайта келген адамдардың жазығы жоқ. Шекара сол кезде Орынборға дейін барған көрінеді деп алғашқы Астанада айтады. Сен аңдатудың, сен маңдатудың қажеті жоқ, себебі бүкіл Алайдың бәрі, Алайдың шешесі Орынбормен екі ортада босанған жоқ қой, балдарының бәрінде босанып келді. Сол сияқты бұны неге айтып отырмын? Бұның ана тек Маңғыстау емес, мына біздің Бейнеуден әрі қарай Ақтөбеге жалғасатын қырымыз бар ғой. Негізгі менің ата күлдігім сол жер. Ақтөбенің Байғанин деген қырмыздықтар біледі. Осы Думан ағамыз бар. Салдардың негізі шын жыл сол жер екен. Жаңағы қарасаңыздар, қолымда жүрген мен ана бір айтысқа тойға барғанда бүкіл ағайын тумалар жүріп, сосын айтады ғой, балам өзіңнің жерің суыңды біліп жүр деп. Енді қыр ғой үстірт деген біздің ақындық дәстүріміз. Мына енді жаңа жиеннің жақсылығы нағашыдан деп айтып кетіп жатырмыз ғой. Махамбет атамыздың үлкен мерейтойында осы былтыр болды, күзге қарай. Бүкіл шежірені таратып келіп Алматыда айтысып отырмыз ғой. Сонда айтып едім, жаңағы Махамбет Алашаға тартқасын ақын болған, Беріштерге тартқасын батыр болған деп. Алаша деген өздеріңіз білесіздер, 25 таңдағы кіші жүздің 12 ата байлы, 6 ата әлім, 7 ата жетіру. Сол 12 ата байлының ішіндегі бір баласы Сұлтан Сейіттен тарайтын руы ғой. Алаша масқар асқар тана әлге деп кететін. Сол Махамбеттің нағашысы Алаша екен. Оралға келгесін Алашалар шулап жақсы айттым. Мен қайда көрдім. Беріштерді өздеріңіз білесіздер. Бұны айтып отқан себебім, мен де жаңағы шалдардан сұраймын. Үйде жаңағы елмен жұртпен кездескенде әртүрлі сұрақтар қояды. Сол кезде кей кезде қысылыңқырап қаламын. Біздің арғы бергі тегімізде кімдер болған деп. Мына өнерге қатысты. 9 мамырдағы жекпе-жек айтысты көрсеңіздер, Айбек Қалиев деген Астананың ақынымен айтыстым ғой. Сонда 9 мамыр жеңіс күнінде жаңағы Қосынбай деген шалдың 4 баласы болған, екеуі соғысқа кеткен, үшеуі соғысқа кеткен, екеуі белгісіз кетіп, біреуі бір аяқпен қайтқан. Содан екі шал, екі кемпірдің ортасында өскен мен бала едім деп шет жағасын айттым, себебі тақырыпқа келіп жатқасын. Енді нағашы деген шығады, мына қарт нағашымыз Қосынбай деген атамыздың шешесі Құнан Орыстың қызы екен, жан сүйген деген әжеміз болған екен. Сұрасам түп нағашым Оғланбайды бір күнде сойған екен, 9 қозы бір алатайды. Ақ құлы бәйбішесі өзіне саймасайды деп өлең айтады, деп әжем деп айтады біздің шақта. Соған қарағанда негізгі сүрлеу сол әжемізден келе жатқан сияқты менің естуімде. Құнан Орыстың қызы екен, сол байдың қызы болса керек. Түп нағашым Оғланбай дегенде сізге де жаман тимейтін сияқты.
жамағат, осындай алдарында айбарлы арыстандай ұлдарың аман болса, еліміздің тәуелсіздігі мықты болады деп ойлаймыз. Замандас ақын інім Меліс, ақындардың арыстаны айбары, мұхиттарын көзді бұлақ қайнары, Меліс інім талантымен танылған, асқақ татар қазақтың көк байлары. Меліс болып тірілгендей қашаған, жырларынан жігер рух тараған, айналайын сені туған анадан, түн мен көзден сақтар айда жасаған. Асылдығы алласыйы тегімен, кие қонған Маңғыстаудың жерінен, бар өнерін өнегелі өрімдеп, абыроймен алғысарға елінен. Мынау менде Қажыкенден қалмай өзімнің бір шығармамды ала келіп едім. Оған кішкене атшулы ақын келді қалама деп қойдым. Нөсерлетіп құйып ойлап санама, бір ерекше нұр себелеп далама, көркем сөздің құдіретімен көсіліп атшулы ақын келді қалама. Басын иіп ақжаулықты анаға, тағзым етіп ел ішінде данаға, қазағымнан сөзбен қорғап намысын атшулы ақын келді қалама. Қанша жылдар өтсе дағы арада, болшы үлгі еңбектеген балама, дәл өзіңдей ұлды менде тапсам деп армандайды қазақтағы бар ана. Бұл жалғанда ұшырамай жалаға, бола берші қамқор інім қараға, жылдам келіп тұршы осылай қаралтынды жап-жас болған қалама. Ел ішінде сөздер айтсаң орынды, көпшіліктің көкейіне қонымды, жаратқанның өзі жар болып үнемі, бекет атам оңдай берсін жолыңды. Тірілгендей болды қазір бұрынғым, Кәусарна қандыр елді жырыңның, жолын жалғап жүре берші бауырым, қашағанмен абыл ақтан нұрымның. Ақындарым елдің мұңын жоқтасын, сыпырғандай асаулардың ноқтасын, денсаулығы мықты болып әрқашан, аман болсын бала-шаға отбасың. Айнымасын алға қойған бағытың, ел басына орнамағай тағы түн, ел иесі, жер иесі жар болып, бұлақ болып тасқындасын шабытың.